Қайырлы күн, сіздермен бірге ләззат. Бүгін королевский ватрушка жасайтын боламыз. Ең алдымен қамырын дайындайтын боламыз. Қамырына ұн, қант, какаоымызды қосып, майымызды қосып, 1 келі ұнтақ қамыр дайындайтын боламыз. Мінекей бізде осындай ұнтақ қамырымыз дайын болады. Формамызды алып, формамызға басу арқылы пирогымыздың формасын шығаратын боламыз. Келесі кезекте салмасын дайындайтын боламыз. Сүзбемізді, жұмыртқа қантымызды қосып, блендердің көмегімен 1 келі болғанға дейін езіп алатын боламыз. Дайын болған салмамызды қамырымызға салып, қалған қамырымызбен толық пирогтың бетін жауып шығатын боламыз. Және де 160 градуста 40 минут көлемінде пешімізде пісіріп аламыз. Пирогымызды толықтай пісіріп алғаннан кейін 1-2 сағат көлемінде толық суытуға қоямыз. Мінекей біздің королевский ватрушкамыз да дайын болды. Өте ерекше, дәмі де нәзік. Барлықтарыңызға дайындауға кеңес беремін. Сіздермен болған ләззат. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, ас болсын.